қалған кісіні кінәлай беруге қандай хақың бар сен? Оны жамандап жатсың, өліп қалғандардың бәріне. Өздері жоқтардың көзі жоқты сөйтіп істеу керек пе? Істедің бе мойнымен істе, 4 адамды өлтіріп тастады. Барлығын айтуға мен міндеттімін, ештеңе жасыруға да өйтіп. Кім жасытты? Кім жасытты? Сені өлтір деп біреу айтты ма? Біз айттық па Сұлтанды өлтіріп таста деп біреуге? Айтшы. Я баласын өлтіріп алдырып таста деп айттық па? Народ жанданып кеткен бала оған болады деп мен солай айттым. Сіз білмейсіз толық ол отбасының несін. Неге білмеймін? Ағам, жеңгем, інім, олар жұрттың ала жырын аттамағына ешкімге қарсы сөйлемеді. Біз халық айтып отырған жоққа, елдің бәрі. Жалғызбек саған қарсы. Адамның көптігімен есептелмейді ол. Сен бардың да вообще, сен сонда бардың да. Сен сол үйге барып бір таяқ жеп, я болмаса бір сен қарсы. Өз ауыздарымен айтып тұр ғой, міне таяқ жеуге шақ қалды, тек баласы болғасын аяды қиыскен жоқ бізді. Ашуланған айтқан ғой, ашудың сен соққан ешкім жоқ. Енді сонда ерсі болып болды. Әкесі мен ағасы тұрып күйеу баласына өлтіріп алып тұр. Сол себепті үйге кіруге де ешқандай возможность болған жоқ. Ағаларымды бәрі, ағам да жеңгем де басқа жерден шығардық ағайындарымызды. Үйге кіруге, үйге кәделен беруге ешқандай мүмкіншілік болған жоқ. Мекеме орындарында жасадық. Бәрі малдары сатылып кетті. Садақаларында малдарын бәрін сатып алып, солай шығындарын, неттік тамақ суларын бәрін сатып, сондай неде жағдайда болдық. Ешкім үйіне ешқандай қатысып кіре алмадық, жабық тұрып. Ашылған уақытта да жұрттар деген, мысалы, көп адам келе алмайды. Айналадағылар, мысалы, жан-жақта дыбыс шығарып деп, жүйеге ауылдың бәрі жүйеде тұрып. Әңгімелер солай болды. Садақаларын январдың ішінде, январда енді табылды ғой, содан бастап уже біздердің жағдайымыз нашарлады, денсаулығымызға зиян келді, бүткіл ағайындарымызды. Февраль айында мен жүрекпенен больницаға түстім қайта-қайта. Кешегі май айында да түстім. Тяжелый состояниемен, кәдімгі скорыймен барып, ешқандай ағайындарының мысалы жоқтығына байланысты қайғыда тамақ ішіп ұйықтау мүмкіншілік болған жоқ. Совсем денсаулығыма зиян келді. Жалғыз мен емес, бүткіл ағайынымыз түгіл, бүткіл халық, еліміздің бәрі. Мысалы бір адам емес, 4 адамды қандай күйде ұшатқаны мысалы. Мысалы ол ең бірінші Наурызды өлтірген жағдайда оны ондай бала емес, бүткіл халық біледі, жуас, ешқандай. Онымен арпалысып, оған деген қарсылық жасайтындай бала емес, жұрттың бәріне көмектесіп, Ақбаян ауырғанда да көмектесіп тұр. Даже келгенде біздерге де мысалы қолына құр келмейді, бірдемесін алып келіп, апалап та ешкімге қарсы тұрмайды ол баланы. Ешқандай оған онымен арпалысып, оған қарсы сөйлеп, ондай бала емес, жұрттың бәрі де айтып жатыр ғой. Мысалы, менің өзім ағам мен жеңгеме де келетінде, олар бөліп тұрғанда, Ақбаян ауырғанда да көмектесіп тұр. Олар 22-де айырылған мезгілде де, мысалы, айырып алатын болса, сол мезгілде, мысалы, нетпеймін. Ондай. Ол деген әкесінің туған күніне барғанда, енесімен екеуі келді. Ал ол Сұлтан келген жоқ. Не себепті келмей қалды? Сол себепте артынан болған жағдайда әкесі келіп алып кетті деп отыр. Ол жерде әкесі алып кетейін деп алып кеткен жоқ. Ақбаян звондап, осындай жағдай болады, осылай болып, телефонменен осындай біреу жіберді, біреумен жүрген деп, жатқан жерінен ұстап алдым деп, мен тұра алмаймын ондай адаммен деп. Сөйтіп айтқаннан кейін барып әкесі келіп араласты. Ол жерде араласқан ешкім жоқ. 22-ге дейін өмірінен сүрді, ешкім ондай. Мысалы, сол себепті ол келгенде ондай жағдай болмаған жағдай еді. Одан кейін де мысалы, сіз айттыңыз өз сөзіңізде Қарабайын Мақсұт пен Өтешқалиева Нәсіпті және Мейрамгүлді үшеуін бір пышақпен жарақат салдым деп айттыңыз. Оны жаңада сарапшыға сол сұрақтар босқа қойылған жоқ. Үшеуінің де жарақаттарының бір қаруға ұқсайды, себебі 17-18 сантиметр жарақат келіп отыр. Ал Наурызда ондай терең емес. Енді сізге сұрақ қойды, егер де сіз Мейрамгүлді кейіннен айқай-шудан ашуға беріп кетсеңіз, Мақсұт пен Нәсіпті өлтірген пышақ қалай сіздің қолыңызда сол сәтте пайда бола қалады? Әлде сіз Мейрамгүлді Өтешқалиева Нәсіп пен Мақсұт сияқты екеуін бір жерге көміп жоспарладыңыз ба? Аяқ астынан болған, қатты толқу мәселе болып. Енді қарашы, үйдің іргесінде өте
тек қана наурыздың жатқан жері емес, басқа да жер бар мысалы. Сол жақ көрінбейді, сіз айтып тұрғандай мен жасырдым, себебі